Ханафи мазхаб. Құдаға шүгір. 13 қылым қарытты Қырғызстан. Ханафи мазхабта. Ханафи мазхаб айн Құран-ы Карим Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннетінде қылынған. Өзіңіздер өте жақсылық білін. Бір ақырғы мезгілде ушында талқылайын деп. Орта Азия 63% дүниедегі Ханафи мазхабта қарманат тұрғандар. Бұл бұндай деген емес. Имам Азам Абу Ханифаның арқасында кете бер пайғамбар таштап қойып, Алланы таштап қойып. Андай емес. Кейбірлер ушинтип адамдарды кішкене азмас не қылған бар, дүрбелеңге салғандар бар. Құдаға шүгір біздің Қауіпсіздік кеңесінде дағы, біздің ұстауымызда дағы, мемлекетіміздің падыша дағы Ханафи мазхаб деп айтып отқаны біз үшін чоң сыймық. Дин еркіндігі бар ғой. Біз туғандар конституция бойынша біреуіне мындай дегенге оқуымыз жоқ. Бирок мейлі ал қандай оқысын намазды. Қаласа оқуай қойсын мысалы. Бізде мындай оқу, тігіндей оқу дегенге аны оқу жоқ. Имамдарға үгіт насихатта Ханафи мазхаб менен ғана. Ханафи мазхаб менен ғана. Аны өз үйінде қалағандай оқи берсін. Қалағанда оқи берсін. Аға үгіттегенге хизбутына болсын, салафилігіне болсын, дағы башқасына болсын, үгіттегенге оқуы жоқ. Үгіттегенге оқуы жоқ туғандар. Үгітті мынаке расми имам сіздер қыластар, расми мүдірлер сіздер қыластар. А бұрау өзі қандай оқса біз аның жеке ішеніміне, жеке ибадатына, жеке дин тұтысына киілішкенге де ақуыз жоқ туғандар. Ошондуктан биздин өзүбүздүн Ханафи мазхабтын баалуулуктарын далилдер менен, мейли акыйда маселеси болсун, мейли ибадат маселеси болсун, жакшы жүргүзүп айта берейли. Аларды бири-бирибизге душман кылбайлы, аны дагы жакшылык менен, чай менен, жакшы сөз менен чакырайлы. Бүгүнкү күнү алхамдулилла бул мазхабтагы кармангандар 13 кылым деген бул не деген кеп? Балдарды ушуга октайлы, ушуга тарбиялайлы.